Баршаңызға сәлем. Бүгін 69-шы сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі. Бұл сабақта тізбектің құрылу заңдылығын анықтауды және заңдылықтың бұзылуын табуды үйренеміз. Бірінші есеп. Дәптерге геометриялық фигуралардан тұратын төмендегідей тізбектер сал. Әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылған? Демек, бірінші тізбекті қараймыз. Бір дөңгелек, көк дөңгелек және бір жасыл шаршы. Тізбек осылай жалғасқан. Жасыл шаршыдан кейін көк дөңгелек, одан кейін жасыл шаршы, кейін көк дөңгелек осылай жалғасқан. Бұл жерде осындай заңдылық. Ал екіншісінде екі күлгін түсті шаршы және бір дөңгелек, екі күлгін түсті шаршы және бір дөңгелек осылай құрылған. Одан кейінгі үшіншісінде екі дөңгелек, одан кейін бір күлгін түсті шаршы, екі жасыл дөңгелек, екі көк дөңгелек, одан кейін күлгін түсті шаршы жалғасқан. Дәптерге осындай геометриялық фигуралардан тұратын тізбек құрастырдық. Бірінші қызыл фигура, бұл дөңгелек, одан кейін үшбұрыш көк. Екеу, енді тізбектің міне екі үшбұрыштан кейін қызыл дөңгелек қайталанады, және екі үшбұрыш осылай қайталанып барады. Бұл бірінші тізбек. Екінші тізбекте жасыл фигурадан кейін қызыл фигурадан кейін көк дөңгелек фигура болады. Бұл осы үшеуінен кейін бұлар өзгермейтін. Одан кейін мына екі жасыл фигура қайталанды. Одан кейін мына үш шаршы қызыл фигура, одан кейін көк фигура қайталанып тұр. Екінші есеп. Қазақтың ою өрнегі тізбегіндегі заңдылықтың бұзылған жерін тап. Біз мына қараймыз. Бұл жерде ою өрнек, әртүрлі ою өрнек берілген. Мына жүрекшеге шейін 5 ою өрнек реттілігі орналасқан. Мына жерде мына бірінші тұрған өрнек қайталанып жатыр. Демек, осы жерден бастап тізбек жаңадан басталады. Енді осыдан кейінгі өрнек мынау болу керек еді. Байқап отырсаңыздар, 5 оюдан кейін 6-шысы қайталанды, бірақ 7-шісі орны ауысып кетті екеуінің. 7-ші мен 8-шінің орны ауысты. Ал 9-шы өзінің орнында тұр. Осы 7 мен 8-ді орны ауысып кеткен. Демек, заңдылық осы жерде бұзылды. Енді демек, мына жерде заңдылық жүрекшеден кейін аяқталатын еді ғой. Демек, қызыл жүрекшеден кейінгіні қараймыз. Мына жүрекшеден кейін мына ою тұру керек, бірақ бұл жерде демек 11-шісінде енді басқа ою орналасып тұр. Мына ою емес. Демек, осы 11-ші және 12-ші ою өрнектерде орны ауысқан осы екеуінің. Заңдылық осы екі жерде бұзылған. Үшінші есеп. Сандардың тізбегін құр және жаз. А. 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қоса отырып, 5-тен 50-ге дейін 5-5-тен қоса отырып. Демек, 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қосатын болсақ, әрбір келесі сан тізбектегі 3-ке артық болады өзінен алдыңғы тұрған саннан. Демек, бірінші 3-ке 3-ті қосамыз, бұл 6 болады. Одан кейін 6-ға 3-ті қосамыз, бұл 9. Кейінгі тізбектегі келесі санның бәрін осылай 3-ті қосып тауып барамыз. 9-ға 3-ті қоссақ 12, 12-ге 3-ті қоссақ 15, 15-ге 3-ті қоссақ 18, 18-ге 3-ті қоссақ 21, 21-ге 3-ті қоссақ 24, 24-ге 3-ті қоссақ 27, 27-ге 3-ті қоссақ 30. Демек, бірінші тізбекті құрып болдық. Енді екінші тізбегіміз 5-тен 50-ге дейінгі 5-5-тен қоса отыр дейді. Демек, әрбір келесі сан 5-ке артық болады екен, өзінен алдыңғы тұрған саннан. Демек, әрбір санға 5-ті қосып, келесі санды табамыз тізбектегі. Бірінші 5-ті 5-ке қосамыз 10 болады, 10-ға 5-ті қоссақ 15, 15-ке 5-ті қоссақ 20, 20-ға 5-ті қоссақ 25, 25-ке 5-ті қоссақ 30, 30-ға 5-ті қоссақ 35, 35-ке 5-ті қоссақ 40, 40-қа 5-ті қоссақ 45, 45-ке 5-ті қоссақ 50. Үшінші есептің әсі 20-дан 2-ге дейін 2-2-ден азайта отырып, 40-тан 4-ке дейін 4-4-тен азайта отырып, сандар тізбегін құрамыз. Бұл жерде жаңаға қарағанда керісінше орындалады енді. 20-дан 2-ге дейін 2-2-ден азайтамыз. Демек, 20-дан бастаймыз. 20-дан 2-ні азайтсақ 18, яғни әрбір келесі сан өзінен алдындағы тұрған саннан 2-ге кем болады. 20-дан 2-ні азайтсақ 18, 18-ден 2-ні азайтсақ 16, 16-дан 2-ні азайтсақ 14,
14-тен 2-ні азайтсақ 12, 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 6-тан 2-ні азайтсақ 4, 4-тен 2-ні азайтсақ 2 болады. Ал одан кейін 40-тан 4-ке дейін 4-4-тен азайтамыз. Яғни бұл жерде де сандар тізбегі өзінен алдында тұрған саннан 4-ке кем болады. Яғни әрбір саннан біз 4-ті азайтып тізбектегі келесі санды табамыз. 40-тан 4-ті азайтсақ 36, 36-тан 4-ті азайтсақ 32, 32-ден 4-ті азайтсақ 28, 28-ден 4-ті азайтсақ 24, 24-тен 4-ті азайтсақ 20, 20-дан 4-ті азайтсақ 16, 16-тан 4-ті азайтсақ 12, 12-ден 4-ті азайтсақ 8, 8-ден 4-ті азайтсақ 4. Демек, мына көріністегі сандар тізбегі пайда болды. Төртінші есеп, есепте артық өрнекті тап. Бұл жердегі артық өрнекті табу үшін мыналардың қосындыларын есептеп шығуымыз керек. 18-ге 15-ті қоссақ 33, 17-ге 16-ны қоссақ 33, 14-ге 18 қоссақ 32, 33-ге 0-ді қоссақ 33, 29-ға 4-ті қоссақ 33, 33-тен 0-ді азайтсақ 33, 34-тен 1-ді азайтсақ 33, 30-ға 3-ті қоссақ 33. Мән беріп қарасақ, бұл жерде өрнектің барлығының мәні, қосындылар азайтудың барлығының мәні 33-ке тең болып тұр. Тек қана 14 пен 18 қоссақ, біреуінің ғана мәні 32-ке тең болып тұр. Демек, артық өрнек осы. Дәптерге осылай барлығының мәнін есептеп жазып қоямыз да артық өрнекті табамыз. Демек, артық өрнек мынау екен. Төртінші есептің әсі заңдылықты анықтап, тізбекті толықтыр дейді. Заңдылықты анықтаймыз. Бұл жерде 300, 200, 400, 300 берілген. Бірінші, одан кейін 4 нүкте берілген. Бұл төртеуінің орнына өзіміз тізбекті толықтырамыз. Және одан кейінгі сандар 700, 600 екен. Енді басынан бастаймыз. Бірінші санымыз 300, екіншісі 200 екен. Демек, енді бұның арасындағы айырмашылықты табу үшін 300-ден 200-ді азайтамыз. Бұл 100 болады. Демек, кейінгі санды табу үшін 300-ден 100-ді азайтқан. Ал 200-ден кейінгі сан 400 екен. Демек, бұл жерде 400-ден 200-ді азайтамыз. Сонда 200 шығады. Демек, 200-ге 200-ді қосу арқылы келесі санды тапқан. Ал одан кейінгі сан 300 екен, 400-ден 300-ді азайтып көреміз, бұл 100 болады. Демек, 400-ден 100-ді азайтып кейінгі санды тапқан. Енді байқап отырсақ, бірінші саннан кейінгі санды табу үшін біз 100-ді азайтқан, одан кейінгі санды табу үшін 200-ді қосқан, одан кейінгі санды табу үшін 100-ді азайтқан. Демек, осылай кезектесіп келіп отырады екен. Әзір 100-ді азайтқан болсақ, енді 200-ді қосуымыз керек келесі санды табу үшін. 300-ге 200-ді қоссақ 500 болады. Енді 100-ді азайтамыз. 500-ден 100-ді азайтсақ 400 болады. Ал одан кейінгі санды табу үшін енді біз 200-ді қосамыз. Бұл 400-ге 200 қоссақ 600. Енді одан кейінгі санды табу үшін 100-ді азайтамыз. Бұл 500 болады. Енді 500-ге 200 қоссақ 700, 700-ден 100 азайтсақ 600. Демек, бос ұяшықтардағы сандар, бұлар тізбекті толықтырып жазып қойдық. 500, 400, 600 және 500. Мен бұны көк сиямен жазып қойдым. Бесінші есеп, мысалдарды шығар. Әр бағандағы мысалдар қалай құрылған, заңдылықты сақтап, келесі мысалдарды жаз және шығар. Біріншісін қарайық, 10-ға қосқан 10-ды және екіншісінде 20-ға 10-ды қосқан. Демек, бірінші қосылғыш 10-ға артып бара жатыр. 10, 20, кейінгі қосылғышымыз 30 болады. Үшінші қатарда 30 қосу 10 болады. Ал мына жерде 29 қосу 11, 38 қосу 12 деген екінші қосылғышымыз бірге артып бара жатыр. Ал мына жердегі санымыз 29 болса, мынау 38 болды. Мынау 11 қосу 12 болды. Демек, мына жердегі санды біз, мысалы, 39 емес, 38 деп жаздық. Енді келесі санды біргеуге азайтып жазамыз да, 10-ға қосып. Демек, 47 деп жазамыз. Кейінгісін 48 емес, 47 деп жазамыз. Солай жазамыз. Ал мына жерде 13 деп жазамыз. Яғни бұлардың қосындысы 29-ға 11-ді қоссақ 40 болады, 38-ға 12-ні қоссақ 50 болады. Кейінгі санымыз 60 шығу керек. Ал мына жерде 100-ден 15-ті азайтқан, одан кейін 100-ден 25-ті азайтқан. Демек, азайтқышымыз 10-ға артып бара жатыр. Мына жерде 15 болса, мына жерде 25, одан кейін 35, одан кейін 45 болуы мүмкін. Дәптерге дәл қазір түсіндіргендегі етіп жазамыз. 10-ға 10-ды қоссақ 20, демек мына жерге 20 жазылады. 20-ға 10-ды қоссақ 30, мына жерге 30 қосу 10, 40, 40 қосу 10, 50 жаздық. Енді мына жерде 29-ға 11-ді қоссақ 40, 38-ға 12-ні қоссақ 50, 47-ге 13, 60,
56-ға 14-ті қоссақ 70 болады. Ал мына жерде 100-ден 15 азайтқан 85, 100-ден 25 75, 100-ден 35 азайтсақ 65, 100-ден 45 азайтсақ 55 болады. 6-нчы есеп, есептеуді орындап, әріптің мәнін тап. Демек, мына жерде бағыты берілген. Бірінші 26-ға 4-ті қосамыз, бұл 30 болады. 30-дан 18-ді азайтсақ 12 болады. Мына Б. Б-ның орында демек 12 болуы мүмкін. Яғни Б 12-ге тең. Ал мына жерде керісінше берілген. 23-тен 9-ды азайтқан. 23-тен 9-ды азайтсақ 14 болады. Ал 14-ге 13-ті қоссақ 27, демек А 27-ге тең. Дәптерге осылай жазып барды. 26-ға 4-ті қосамыз, 30, одан 18 азайтсақ Б келіп шығу керек. Яғни мына жағында 12 шығады, 12-міз Б-ға тең. Енді мына жерде есептегенде А 27-ге тең болды. 7-нчі есеп, теңдеулерді шеш. 100 бен X-тің айырмасы 57-ге тең, ал С мен 34-тің қосындысы 98-ге тең. Осы жердегі белгісіз сандарды табамыз. Берілген жазып, X-ті табамыз. X-ті табу үшін мына жерде 100 азайту X дейді. Яғни азайтқыш белгісіз болып тұр. Азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Яғни 100-ден 57-ні азайтамыз. X-іміз 43-ке тең болады. X-тің орнына 43-ті қойып есептеп көреміз. 100-ден 43-ті азайтсақ 57 болады. Ал 57-ге тең. Кейінгісі С мен 34-тің қосындысы 98-ге тең екен. Бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Яғни 98-ден 34-ті азайтамыз. Бұл 64-ге тең. Енді С-ның орнына 64-ті қойып есептейміз. 64-ге 34-ті қоссақ 98. 98-ге тең. 8-нчі есеп. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Суретте су сабын берілген, бұл 500 теңге, одан кейін 200 теңгеге сабын берілген, міне суреттер тұр, және майлық, яғни салфетка. Оның қанша теңге екен белгісіз, бірақ осы үшеуіне 900 теңге төленген. Есептің шешуін табу үшін әуел берілгенін жазып аламыз. Су сабын 500 теңге, сабын 200 теңге, салфетка неше теңге екен белгісіз, бірақ үшеуі 900 теңге тұрады. Бірінші біз сабын мен су сабынның бағаларын қосамыз. Бұл 700 теңге болды. Енді осы 700 теңгені барлық осы үшеуінің құнынан азайтамыз. 900-ден 700 азайтамыз. Бұл 200 болады. Демек, жауабы салфетка 200 теңге тұрады. 9-нчы есеп. Сандар тізбегін құр және жаз. 10-нан 100-ге дейін 10-10-нан қоса отырып, 100-ден 1000-ға дейін 100-100-ден қоса отырып, 100-ден 10-ға дейін 10-10-нан азайта отырып, 1000-нан 100-ге дейін 100-100-ден азайта отырып. Берге сандар тізбегін жазамыз. Бірінші 10-нан 100-ге дейін 10-10-нан қос дейді. Яғни әрбір келесі сан 10-ға артық болады. 10-ға 10-ды қоссақ 20. Енді 20-ға 10-ды қосамыз 30. 30-ға 10-ды қоссақ 40. 40-ға 10-ды қоссақ 50. 50-ге 10-ды қоссақ 60. 60-ға 10-ды қоссақ 70. 70-ге 10-ды қоссақ 80. 80-ге 10-ды қоссақ 90. 90-ға 10-ды қоссақ 100 болады. Енді 100-ден 1000-ға дейін 100-100-ден қосып отырыңдар дейді. 100-ге 100-ді қосамыз 200, одан кейін 200-ге 100-ді қоссақ 300, 300-ге 100 400, 400-ге 100-іміз 500, осылай жалғасады 500, 600, 700, 800, 900, 1000 болады. Ал енді келесі осыған кері, яғни 100-ден 10-ға дейін 10-10-нан азайт дейді. Мына бірінші тұрған сандар тізбегін керісінше жазамыз. Бұл жерде 100-ден 10-ды азайтсақ 90, 90-нан 10-ды азайтсақ 80, 80-ден 10-ды азайтсақ 70, 70-ден 10-ды азайтсақ 60, 60-дан 10-ды азайтсақ 50, 40, 30, 20, 10 боп жалғасады. Одан кейінгісі 1000-нан 100-ге дейін 100-100-ден азайта отырып жазамыз. Бұл екінші қатардағын керісінше жазамыз. 100, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 болады. 10-нчы есеп. Фигураларды түстері бойынша мынадай ретпен орналастыр. Қызыл, көк, жасыл, сары, қоңыр, күлгін, сұр. Содан соң осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы. Тазалық сақтаудың пайдасы қандай? Өз ойыңды білдір. Демек, мынаны біз айтылған реті бойынша орналастырамыз. Бірінші қызылды жазамыз, кейін көк, жасыл, осылай реттестіреміз. Қазір дәптерге орындаймыз. Дәптерге берілген, тапсырма берілген бойынша орналастырдық. Бірінші қызыл, көк, жасыл, одан кейін сары, кейін қоңыр, күлгін және сұр түстерді жайғастырдық. Демек, мынадай сөз келіп шықты. Тазалық деген. Тазалық адам денсаулығының кепілі. Күніне 2 рет тіс тазалау, тамақтанар алдында қол жуу әрбір адамның міндеті.
осымен бүгінгі 69-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.